Белгілі әнші Жанар Айжанова қызы актриса Айжұлдыз Адайбекованы екінші мәрте ұзатты. Актриса Айжұлдыз Адайбекова блогер Сәкен Қағаровпен некесін қиды. Қос ғашық әлеуметтік желіде сүйікті жаңалықтарымен жария еткен болатын. Алдымен Жанар Айжанованы дастархан жайып, құдаларын күтіп алу видеосымен таныс болайық. Мінекей. Жанар Айжанова өзінің ақ дастарханын жайып, жақсы көңіл күймен құда дегізген, құйрық бауыр жегізген демекші, әдемі көңіл күймен құдаларды қарсы алып жатыр. Мінекей осындай көріністі көруге болады. Қазір сіздер күйеу баласы блогер Сәкен Қағаровты көресіздер. Өзінің әдемі гүл шоқтарымен келген екен. Міне, дәл осы кісі Жанар Айжанованың күйеу баласы. Ал енді қызы актриса Айжұлдыз Адайбекованың құлағына сырға тағылып, сырғалым атануда. Бақытты болсын деп тілейміз. Әрбір қазақ қызы бақытты болуға лайықты. Дәл осы кезде анасы Жанар Айжанова да қызына тілек жарды, тілегін айтуда. Қызым, бақытты бол, қосағыммен қосағар, жолдасын Сәкен екеуін қолдарын ажырамай бір жастықта қартаюды нәсіп етсін. Үнемі шаңырақтарында шаттық болсын, той болсын, қуанышты күндерің көп болсын деп аналық жылы лебіздерін білдіруде. Әрбір қазақ қызы бақытты болуға лайықты. Айта кетейік, актрисаның бірінші некесінен бір баласы бар.